Заңсыздықтарды көрдім. Адамдардың сондай тойымсыз, адамдардың сондай дұрыс емес әрекеттерін көрген кезде таң қалдым. Неге осы адал еңбекпен өмір сүргісі келмейді? Өзің жалақыңды алып ұрламай өмір сүруге болады ғой. Бір күні мен жұмысшылармен бірге тойып алдық. Осындай бір қол салатындай жағдай болған жоқ өзіне. Әке шеше қайтыс болып кетті, мен рабочий болып жұмыс істедім. Құдай бар ма жоқ па? Содан кейін ойланып қалдым. Мен өзім мас болып тұрып, Құдай бар болсаң бар, жоқ болса мұнан ары кетші деп жаман сөзбен айттым сол кезде. Егер жоқ болса мұнан ары кет деп. Бір студент айтты, бірақ құтқарушы бол Иса. Иса бізді құтқаруға келді. Иса ол біздің күнәларымыздан құтқарып алды, ақтап алды. Ол айқыш ағашта өлді. Оның қанымен біз жуып тазаланып, мәңгілік өмір алдық деп осылай көптеген нәрселерді қайталап мүмкін мен айттым, ашуландым. Неге ол Иса болу керек? Басқа жоқ па дедім. Армысыздар, менің атым Парасат, фамилиям Қыдырбай. Мен 1971 жылы туылғанмын. Бізде осы совет кезінде мектепке бардық. Ол кезде мектепте Құдай жоқ деп айтатын. Біз ауылда өстік. Сондықтан үйде Құдай бар деп айтады, мектепке барсаң Құдай жоқ деп айтады. Сонда ойлайтын тұғым мен, бұл қалай? Сөйтіп жүрген кезде маған былай ой келді. Мүмкін осы мектепте білімді адамдар ғой, мүмкін олар білетін шығар, мүмкін Құдай жоқ деп, мен де сол Құдай жоқ деп ойладым. Солай өмір өте берді. Содан кейін мен 8-ші класс бітіргеннен кейін қалаға келдім. Ауылдан қалаға келгеннен кейін барып, бұл жақтағы өмір басқаша екен. Бірақ мен кішкентай кезімнен кітап оқығанды жақсы көрдім. Оған әпкелерімнің үлкен себебі тиді. Кітап оқыған кезде менің байқағаным, бұл адамдар шын өмірдегі өмір басқа, кітаптағы өмір басқа екенін айырмасын білдім. Содан кейін барып, енді әдеби кітаптар көп қой. Содан кейін мен ойладым, мен осы кәдімгі адамдар қыса өмір сүргім келмейді, мен өмірімде өзгеріс болу керек. Мен жай адам қыса өмір сүргім келмейді деп сондай ойладым ішімнен. Қалаға келгеннен кейін мен сол өмір бойы менімен жүрді. Бәрі сол кезде бітіретін СПТУ-ды бітірдім. Одан кейін армияға бардым. Сонда мен Құдай туралы ойлай бастадым. Шынында Құдай бар ма жоқ па? Адам не үшін өмір сүреді деп. Армияда көп уақыт болды. Ол кезде мен Ресейде қызмет еткенмін. Постта, қарауылда тұрған кезде көп уақыт болады. Сол кезде ойланып отырасың. Үлкен мұнараның төбесіне шығып, ойланып, алысқа қарап, елді ойлайсың, болашағыңды ойлайсың. Содан кейін ойлайсың, бұл не үшін адам өмір сүреді деп ойлайсың, не үшін? Осы өмірге келеді, біраз уақыт өмір сүреді, көп те емес, қайтыс болады. Одан кейін бәрібір өледі екен ғой. Не мағынасы бар бұл өмірдің деймін да? Не мағынасы бар? Кейде ойладым, адам өз-өзіне қол салса, ешнәрсе болмайды екен ғой, бәрібір өлесің ғой деп. Содан кейін мен былай ойладым, мынау жаман ой екен ғой. Мен үйге қайтуым керек қой, мен үйде күтіп жатыр ғой. Мынау страшный болмайды деп өзім тоқтаттым сол кезде. Өйткені мен қатты қиналған жоқпын армияда. Енді бәріне алатындай, бәрі тренировка жасаған кезде бәріне болатындай жағдай, бірақ осындай бір қол салатындай жағдай болған жоқ өзіне. Рухани күрес болып жатқан сол кезде білдім. Одан кейін армиядан келдім, жұмыс істедім. Жұмыс істегеннен кейін барып, мен көптеген заңсыздықтарды көрдім. Адамдардың сондай тойымсыз, адамдардың сондай дұрыс емес әрекеттерін көрген кезде мен таң қалдым. Неге осы адамдар адал еңбекпен өмір сүргісі келмейді? Міндетті түрде бір нәрсені ұрлап, жырлап, неге осылай өмір осылай болып жатыр қазір? Неге осылай деп? Осы өзіңнің жалақыңды алып ұрламай өмір сүруге болады ғой деп сонда ойға келдім. Бір күні мен жұмыстан кейін жұмысшылармен бірге тойып алдық алкогольге.
тойып алған кезде мен ойладым, үйге келген кезде Құдай бар ма жоқ па? Мен өзім мас болып тұрып, Құдай бар болсаң бар, жоқ болсаң одан ары кетші деп жаман сөзбен айттым сол кезде. Бар болсаң маған бір нәрсе білдірші. Бар болсаң бір нәрсе білдірші, маған келші, бір нәрсе істеші. Егер жоқ болса, одан ары кет. Солай мен оны ұмытып кеттім осы дұғамды. Ол менің бірінші дұғам екен. Содан кейін осы дұғадан кейін бір жарты жылдан кейін біздің үйдің қарсы бетінен жаңағы рухани семинария ашылды. Рухани семинария ашылды. Бірақ бұл кезде рухани семинария не екенін білмедім. Сол жерде жастар барып курстарда оқи бастады. Ағылшын тілі, кәріс тілі және библейский курстар бар екен. Соған барып жастар келіп оқи бастады. 6 айдан кейін қыста декабрь айында Исаның туған күні болды. Сол туған күніне мені шақырды. Осы көршілерді шақырып жатырмыз. Бізде мейрам, кел деп шақырды. Кейін бізде қазақтар сондай бар ғой, тойға шақырса бару керек қой. Содан кейін қой мен барайын. Сөйтіп ең жақсы киімдерімді киіп алып 95-ші жылы мен бардым. Барғаннан кейін барып, олар жақсы қарсы алды, шашлык істеп жатыр екен. Мен костюм шалбар, галстук киіп бардым. Олар мені басқа бір ерекше адам келген шығар деп ойлаған сияқты. Сонымен олар айтты, алдыменен осы залда қазір жиын болады, содан кейін барып тамаққа барамыз деді. Мен жиынға барып отырдым. Жиынға отырған кезде сол жердегі уағыз айтып жатқан бағушы кісі олар осылай айқайлап, дауыстап айтып жатыр екен. Иса ол құтқарушы, ол бізді құтқару үшін келді, ол біз үшін осы жерге келіп туылған, біз үшін арамызда өмір сүрді, одан кейін барып ол айқыш-ағасында біз үшін құрбан болды деген сөздерді естідім. Мен ойладым, мынау қызық сөздер екен. Қандай сөздер деп солай мен ойладым. Олар айтты, сенде алда істейтін не жоспар бар, не ой бар. Мен айттым, оқығым келеді. Өйткені әке-шеше қайтыс болып кетті, мен рабочий болып жұмыс істедім, одан кейін оқығым келді. Бірақ мүмкіншілік болмады. Оқиын десең, асырау керек өзіңді және жанындағы адамдарды. Оқымайын десең, білім керек сияқты. Сондай арпалыстап жүрген кезде олар айтты, бізге келіп оқи бер деді. Мен айттым, неге оқысақ болады? Олар әзірше библейский ашылған жоқ, бірақ кәріс тіл мен ағылшынша курста жүріп жатыр, келе бер соған деді. Мен айттым, қанша төлеу керек дедім, ол тегін. Жексенбі күні келіп, Құдайдың сөзін тыңдап тұрсаң болды, сол деді. Содан кейін барып, мен әр жексенбі сайын келе бастадым. Өйткені мен оқи бастадым кәріс тілін. Кәріс тілін мен 4 айдай оқыдым. Сондай менде тілге деген қабілет жоқ, бірақ мен сабақты жақсы оқитын едім. Білмесем де сол сөздерді жаттап алдым, кәрісше жазуларды жазатын болдым, оқи алатын болдым. Сол 6 айдай барып жүрген кезде Иса туралы айта бастады. 2-3 айдан кейін барып мен айттым, мен Иса деген кім ол? Басқалар да, басқа діндерде бар ғой, не олар? Кейін бір студент айтты, бірақ құтқарушы бол Иса. Кейін мен ашуландым. Неге ол Иса болу керек? Басқа жоқ па дедім. Мен Құдайға сенбесем де, біздің дәстүрлі діндер бар ғой, соның арасында өмір сүріп жатырмыз. Мен өзім қорғаштадым соны. Содан кейін барып, ол жігіт былай айтты. Парасат, сен жақсы жігітсің, бірақ сен оқымаған, зерттемеген нәрсені оқымай, зерттемей, сен осылай қарсы шығады екенсің, дауласады екенсің. Сен алдыменен мына кітапты оқып шық. Содан кейін иә де, одан кейін жоқ де. Одан кейін басқа саған мен ешнәрсе айта алмаймын деді. Әрине, сол кезде Библия киелі кітап пайда болды. Уже уақыт өте бастады. 6 ай өтті. 6 айдың ішінде мен көптеген уағыздарды тыңдадым. Сонда көптеген уағыздарды тыңдаған кезде мені бір таң қалдыратыны, бағушының уағызы маған қатты ұнайтын. Ол уағыз айтып жатқан кезде мен ішім жанатын осылай. Бірақ бір нәрсені ол қайталай берді. Иса біз үшін келді. Жаңағы уағыздың ішінде міндетті түрде Иса бізді құтқаруға келді. Иса ол біздің күнәларымыздан құтқарып алды, ақтап алды.
ол айқыш ағашта өлді, оның қанымен біз жуып тазаланып мәңгілік өмір алдық деп осылай көптеген нәрселерді қайталап мүмкін мен айттым, бар осы уағыздардың барлығы ұнайды маған, бірақ неге осын қайталай береді, и так та білеміз ғой уже білеміз ғой деп солай мен ойладым. Сөйтіп жүрген кезде олар менен сұрай бастады, сен Исаны кім деп ойлайсың? Мен өзім ойымды айттым. Иса ол Құдайдың жіберген құтқарушысы екенін мен білемін. Құдайдың құтқарушы. Ол Құдай ұлы, ол Құдайдан келген. Одан кейін ол сұрақтар беріп жатқан кезде маған мына сұраққа жауап беру өте қиын болды. Сенің Исаның тірілгеніне сенесің ба деп. Тірілгеніне. Шын айтқанда мен Исаның тірілгеніне сенбейтін едім. Қалай ол? Ақыл ол келді, өлді, бірақ қалай ол тіріледі? Маған өте қиын болды сол сұраққа. Олар айтты, құтқарылу үшін деді, адам өзінің күнәһар екенін мойындау керек. Содан кейін Исаны осы келген, біз үшін айқыш ағашқа барған, біз үшін өлген, тірілген Исаға да сену керек. Сонда оның барлық күнәсі кешіріліп, ол мәңгілік өмір алады. Бұл толық қызық хабар, сонда тірілгені. Одан кейін тіріле ғана қойған жоқ, оны және де көкке көтерілді, Құдайдың оң жағында отыр. Ол толық қысқа нұсқа айтқан кезде, осыған сенуің керексің дегенде, менің ішімде арпалыс ойлар сол кезде болды. Одан кейін олар қонақтар болғаннан кейін жоқ дейін десем, өкпелеп қалатын шығар дедім бір жағынан. Сол алыстан келіп жатыр. Бәрібір қонақжайлық біздің қанымызда бар. Алыстан келіп жатқан адамдарға жоқ десем қалай болады деп. Содан кейін сен осыған сенесің ба деген кезде мен сенемін дедім. Өзімнің ішімдегі жаңағы жоқ деген нәрсеге, сенбейді деген нәрсеге сенемін деп айттым. Шынымен айтқанда жүрегімде ешнәрсе өзгеріс болған жоқ, байқаған жоқпын. Бірақ олар кеткеннен кейін, бір айдан кейін менің өмірімде өзгерістер басталды. Содан кейін өзгерістер басталды. Сол уақыттан кейін. Бұрын мен оға шейін қалай уақыт өткізуді мен білмейтін тұғым. Уақыт деген өте көп. Не істерімді білмеймін тұғым да. Ал Исаға сенгеннен кейін уақыт зырылдап өте бастады. Күнде кешке мен дұға ете бастадым. Бір апта өтті ма, өтпеді ма? Сол кешкі дұғада алғашында 5-10-15 минут қана дұға ететін тұғым. Дұға етіп жатқан кезде мен өзімді сондай өте кір екенімді сезіндім. Сондай өте күнәһар екенімді сезіндім. Бір кезде көрініс көріне бастым көз алдымда. Көз алдымда түрлі түсті теледидар сияқты бүкіл менің өмірім былай өтіп жатты. Сонда менің өмірім өте күнәһар, сонда таза емес екенін мен көрдім. Содан кейін мен айттым, Құдай, мен сондай кір менің жан дүнием. Мен осыны істедім, мен мынаны істедім, мен мынандай күнәларды істедім, мен мыналарды күнәладым. Жаңа көріністе көрініп жатқан, көз алдымдағы көрініп жатқан өткен өмірімдегі барлық күнәларымды көріп, мен соны мойындадым. Мынаны мойындаймын, мынаны кешірші деп бар күнәларымнан кешірім сұрап болғаннан кейін көріністе бітті. Менің осы жан дүниеме сондай тыныштық келді, мен онда еш айтып жеткізе алмаймын. Сондай тыныштық келді. Содан кейін барып мен тұрдым, сөйтіп далаға шыққаннан кейін барып бүкіл әлем бір өзгеріп кеткен сияқты. Мен Құдайды мадақтап, өлең айтып үйге қайттым. Сонда мен ойладым, менімен не болды бүгін деп солай ойладым. Сондай жағдай болды. Одан кейін тағы бір жағдай, Иса түсіме кірді. Қатты ұйықтап кеттім. Түсімде Иса терезені қағып тұр. Bir қарап қалсам, Иса осы ұзын шашты, шаштары сондай қызылтаң, сондай көзі үлкен, осылай сақалы, мұрты, ақ киімде келіп терезенің алдына қарап тұр екен маған. Мен көрдім да, етпетімнен жерге құладым. Құладым да, бір жағынан қорықтым, оның киелілігі сондай әсер етіп тұрды маған. Мен өзімнің таза екенін сезіп тұрмын. Оның сонда киелі екенін сезіп тұрмын. Бір жағынан қорықтым. Кешірім содан, Иса, мен осында таза емеспін, кешірші. Бір жағынан қуандым. Ол мен ұмытпапты ғой, маған келді деп. Сөйтіп ішімнен дұға етіп бастадым. Ішімнен мадақтаулар Құдайға шығып жатты. Оянып кетсем түсім екен. Сол кезде менің қатты қиналғанымды көріп, ол маған келіп жігер беруге келген екен. Сол кезде бір жақын адам қайтыс болды.
қандай қиыншылық болса да мен білем, Құдай тірі, әрқашанда ол жол көрсетеді. Құдай өзі ары қарай жетектеп осы күнге шейін жетектеп келе жатыр. Өзіме бұрын адам не үшін өмір сүреді, неге бұл дүниеге келеді деген сұрақтарыма мен өзім Құдайдан барлық үлкен сұрақтарыма жауап алдым. Соған Құдайға рахмет айтамын.